Biz бастаймыз. Қазақстанның ауыл әйелдерінің екінші республикалық форумы кәсібін жаңа бастағалы жүрген, талай табысқа жетіп, оның құпиясымен бөлісуді мақсат тұтқан нәзік жандылар қарашаның 7-сі 8 күндері елордамызда бас қосты. Енді басты көтеріп отқан мәселеміз бізде ауыл тұрмысын көтеру, ауылдағы тұрғындардың табысын молайту негізі. Жұмыс орындары көбею керек, инновациялар, жаңа технологиялар тартылу керек, бизнес жақсы даму керек біздің осы жоспарымыз бойынша. Ауыл экономикасын көтеруге әйелдердің қауқары жететін 90-шы жылдағы нарыққа көшу кезеңі көрсетіп берді. Ол кез күнкөріс қамы болатын. Енді жаңа кезеңге аяқ басатын, өнім шығарып өнеркәсіпті дамытатын кез туды. Менің жетістігімнің тарихы деп тәжірибесін, жоспарын айтатын бизнес-вумендер ортамызда жүр. Нәзік жандылардың ертеңге сенімді болуы, үлкен жоспар құралулары үшін ауыл ел бесігі бағдарламасы жасалды. Ауылдың инженерлік, әлеуметтік инфрақұрылымын дамытуға 2027 жылға дейін 900 миллиард теңге бөлінеді деп жоспарлануда. Бизнес ол міндетті түрде қандай да бір цех, дүкен не зауыт емес. Оны әр отбасы өзінің үй іргесінде дамыта алады. Биылғы Coca-Cola белестерінің жеңімпазы Диля Сыздықова соның жарқын үлгісі. Ол әлеуметтік бизнес жоба қорытындысы бойынша 4000 ақш долларын құрайтын грант алған 10 жеңімпаздың бірі. Біз ет жемейтін болғандықтан отбасыма шағын нан тілімшелерін дайындайтынмын. Мұны көрген достарым оны жасап сатудысын. Кейін аздаған тапсырыс алып, өнімді өз асханамда әзірледім. Кейін ғимарат жалдадым. Қазір эко-магазиндер деңгейіне шықтым. Бүгінгі грант өндірісімді дамытуға зор мүмкіндік. Менен әлі күнге дейін сұрайды, неге нәзік жандыларға осындай көмек көрсетіледі деп. Егер әйелдердің ісі алға басып бақытты болса, ондай елімізде көркейеді. Сәйкесінше осындай жағымды ортада кәсіпкерлік те жақсы қарқынмен дамиды. Бұл форумда түрлі маман иелері жиналған. Олардың барлығы делік өз істерінің жүйріктері. Шара аясында бір-бірімен танысып, тәжірибе алмасуға мүмкіндік туып отыр. Жалпы табысқа жеткен өзгелерге үлгі ретінде көрсететін қыз-келіншектер ортамызда баршылық. Бүгінгі күнге әдемі кітап шығардық. 100 әйелдердің жетістіктері, оның ішінде тек қана бизнес емес, оның ішінде әлеуметтік салада жүрген біздің азаматшалар, ауыл әкімдері, көп кейіпкерлердің тарихы сол кітапқа енгізіліп отыр. Адамның дейді өмірінде бір кезең келеді дейді, нағыз өзінің ұлттық болмысын, ұлттық намысын көрсететін деп. Мен ойлаймын, бүгінгі таңда осындай жағдай болып отыр. Және осы сөздерге біз ауыл әйелдері ерекше мән беруіміз керек деп есептеймін. Зейнетке шықса да ат үстінен түспей төрт түлік басын арттырып жүрген, арбаға таңылса да кәсіп жасап адамдарды жұмыспен қамтып отырған тағы осы қыз-келіншектер, аналар мен әжелер. Олар саясатта да белсенді. Жалпы әйелдердің парламентте алып отырған орны 23%. Сондай-ақ ауданды, қалалық, облыстық мәслихаттарда нәзік жандылардың саны артып отыр. Бүгінде олардың саны 512, пайыздық көрсеткіш 22-ге жетті. 5 әйел аудан әкімі қызметінде еңбек етуде. Әйел деген бір қолымен бесікті тербетеді, екінші қолымен әлемді тербетеді дейді. Сіздердің осындай үлкен сондай жұмыстарыңызға, үлкен осындай біздің мемлекеттің әлеуметтік экономикалық дамуына қосып жатқан үлестеріңізге көптен көп рахмет айтамын. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының шешімімен 2008 жылы 15 қазанда ауыл әйелдерінің халықаралық күні деп бекітті. Форум соған орайластырып өткізілуде. Сіздердің осындай жұмыстарыңызға істеп жатқан біз әрқашанда қолдау көрсетуге тиіспіз. Өйткені сіздер тек қана ол кәсіпкерлікпен ғана айналысып жүрген жоқсыздар. Сіздер ол өңірлерден ауылдардың дамуына үлкен үлес қосып отырсыздар жалпы. Қазақстан Республикасында 2030 жылға дейінгі отбасылық және гендерлік саясат тұжырымдамасы бойынша және Қазақстанда тұрақты даму мақсаттары 2030 қол жеткізу және ауылды реформалау бойынша үкіметтік бағдарламалардың бар екенін өздеріңіз білесіздер. Айта кетейік, ауыл әйелдердің форумы аймақтық деңгейде алдымен облыстарда өтті. Қорытынды жиынға 230 делегат жиналды. Оның сыртында шетелдік және отандық ұйымдар мен компаниялардан келген 70 қонақ тағы бар. Яғни мақсаты бір, сан саланың маманы бір алаңда бас қосты, танысты, байланыс орнатты. Бірқатар меморандумдарға қол қойылып, саланың үздіктері арнайы марапаттарға ие болды.
Ісімен үлгі болғандарды бұқаралық ақпарат құралдарына насихаттауға атсалысқан тілшілер қауымы назардан тыс қалған жоқ. Интернет, газет, журнал мен радио және телевидение өкілдеріне арнайы жүлделер табысталды.